Шымкент қалалық көз көрмейтін және әлсіз көретін азаматтарға арналған арнайы кітапханасы кітап өз құндылығын ешқашан жоймайды жоба аясында көрнекті жазушы драматург, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты Асқар Сүлейменовтің Бесатар повесімен таныстырады. 1938 жылы оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген. Асқар Сүлейменов Адасқақ, Ситуация, Бесін, Болмыс пен Бетпе-бет кітаптарының авторы. Асқар Сүлейменовтің өзіндік концепциясы бар шығармасы Бесатар повесі. Бесатар арқалаған жүгімен аманаты ауыр туын. Қаламгерлер арасында Асқар Сүлейменовтің ерекше болмысына қатысты естеліктер де көп. Ғалым Ұлан Еркінбай, Бесатар бір авторлық стратегияны практика жүзінде көрсететін шығарма. Тікелей генетикалық ерекшелігімізді сақтай отырып, осылайда жазуға болатынын нақты көрсеткен. Ерекшелігі бес саусақтың саласындай анық байқалады. Ішкі мәтін энергетикасы көзге ұрып тұр, дейді. Жазушының шығармалығы жөнінде айтқанда, оқырман қауым оның тілінің күрделігіне мән береді. Дегенмен, тереңіне бойлайтын болсақ, күрделілігі шығарманың тілінде емес, автордың ойы мен протесттік көңіл күйінде секілді. Тіпті кейіпкерлердің аты да жайдан жай қойылмаған. Империалистік пиғылдағы иноземцевтердің шын болмысын жайып салатын шығарманың өзі де кезелген бесатармылдық секілді. Белгілі тарихшы ғалым Мәмбет Қойгелді Асқар Сүлейменовтің 1917 жылғы революциялық төңкерісті, соның қарсаңындағы сонан кейінгі өзгерісті бастан кешірген Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаев сияқты жазушылардың жалғасы дей келе, жазушының Бесатар повесін орыстандыру саясатына, тоталитарлық идеологияға қарсы жазылған шығарма деп бағалайды. Бұл туындының алғыс сөзінен белгілі. Бесатар тек көркем туынды емес, шығармада 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілісі, соның ішінде созақта болған көтеріліс бейнеленген. Бұл туралы тарихшы ғалым Мәмбет Қойгелді. Бесатар тарихқа байлаулы кезеңдік шығарма. Тарих арқылы Сүлейменов өзі өмір сүрген кезеңдегі ұлттың проблемасын айтып отыр. Оның бастауы да осы тарихқа апарады деп түйіндейді. Асқар Сүлейменов аталған повесінде әр кейіпкерді белгілі бір оқиғамен байланыстырады. Шығарманың соңында Төрехан қарияның ұлы уыздай жас бозбала Сәруар орыс офицерінің қолынан қаза табады. Сәруардың өлімі арқылы жазушы қазақтың орны толмас қасіретінен белгі бергендей, Сәруардың сәйгүлігі қараланы автор адам бейнесіне сипаттайды. Иесінің жай-күйін айтқызбай ұғатын жануардың текті қасиетін Сүлейменов қарала бейне жапа басқандай артқы аяғын сілкіп тастады деген бір-ақ ауыз сөйлемге сыйдырады. Асқар Сүлейменовтің Бесатар повесі 1916 жылғы созақ көтерілісінің ар-намысын ту еткен кейіпкерлер Төрехан, Сәруар, Мұқағалидың болмысы арқылы ашады. Оқырман кітапты оқып болғанда, сол оқығанға дейінгі деңгейде қалса, ол ешқандай да тіл, ешқандай да шығарма емес. Ұлттық болмысы әр шығармасында анық сезіліп тұратын Асқар Сүлейменовтың Бесатар повесінде халқының талайлы тағдыры мен тарихына қосқан айтулы мұрасы. Қазақ әдебиетіндегі шоқтығы биік көркем шығармалардың бірі саналатын Бесатар қазақ оқырманы үшін де құнды туынды.